Сәлем достар, бүгін қазақтың ұлттық тағамы көже дайындаймыз. Көже денсаулыққа өте пайдалы және де біздің отбасымыздағы ең сүйікті тағам деп айтсақ та болады. Көжені дайындау үшін бізге 200 грамм күріш қажет болады, 4 литр су, 1,5 литр тан және де 1 литр сүт қажет болады. Қайнап жатқан суымызға күрішімізді салып, дәміне қарай тұз салып, әбден қайнатып, езілгенше пісіріп аламыз. Күрішіміз піскеннен кейін 1-2 сағат суытып қоямыз. Үлкендеу кастрөлімізді алып, жаңағы суып тұрған күрішімізді құямыз. Үстіне 1,5 литр танымызды құямыз және де 1 литр сүтімізді құямыз. Мінекей біздің көжеміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Әсел.